Сәлем достар, привет друзья, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldingizler. Мен Айнұр. Бүгін біз сіздермен бетке алтын маска жасаймыз. Алтын маска пленка беттің сопақшасын модульдеуге және теріні тез қатайтуға арналған бірегей құрал. Әсері бірінші қолданғаннан кейін байқалады. Бұл маска терінің ескі бөлшектерін ақырын және жұмсақ кетіреді. Пленкамен бірге кератинделген жасушалар артық майды кетіреді. Жасушалар оттегімен қанығады. Сонымен бізге бір шай қасық желатин қажет. Желатин терінің серпімділігі үшін қажет. Коллагеннің табиғи көзі. Желатинді 3 шай қасық суда ерітеміз. Желатинді 15 минутқа ісінуге қойыңыз. Ісінген желатинға 1 шай қасық күркума қосыңыз. Антиоксиданттарға бай күркума қабынуды, қызаруды жеңілдетеді. Өңін жақсартады, әжімдерді азайтады және теріні тегістейді. Және 1 шай қасық сүт қосыңыз. Сүт ылғандандырады және тазартады, қартаю дақтарын ағартады, тітіркенуді жояды, ісінуді кетіреді, әжімдерді тегістейді. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді алтын масканы микротолқынды пеште 15 секунд бойы қыздыру керек. Егер сізде микротолқынды пеш болмаса, оны су ваннасында жылытуға болады, тек оны қайнатуға болмайды. Бетке арналған тазартатын алтын пленка маска дайын. Теріңізге сәнді люкс күтім сыйлаңыз. Алтын масканы бетімізде 25-30 минут ұстаймыз. Алтын масканы бетімізге қабаттап жағамыз. Бұл масканы аптасына 1 рет жасау керек. Алтын қабық маскасы барлық тері түрлеріне жарамды. Егер сізде компоненттерге төзбеушілік болса, аллергиялық сынақтан өтіңіз. Масканы қолданғаннан кейін күлмеңіз, мимика жасамаңыз. Пленка құрылымның арқасында маска терінің лезде тартылуын қамтамасыз етеді, ал оның белсенді ингредиенттері оған балғын жарқыраған түс пен ұзақ ылғалдану береді. Масканың қалдықтарын алдымен жылы сумен, содан кейін суық сумен жуу керек. Содан кейін ылғалдандырушы бет кремін жағыңыз. Тазартатын алтын бет маскасымен теріңізге сәнді люкс күтім енді үйіңізде жасай аласыз. Назарларыңызға рахмет. Бұл видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер, жазыңыздар, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік және сау болыңыздар. Пока-пока. Hoşça kal.